Біздің бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Бізде бүгінгі сабақта Мұхтар Шахановтың «Өркениеттің адасуы» деп аталатын сабағымыз. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген мәселені анықтап, ойдың өзектілігі жайында өз пікірлеріңді ортада айта білу. Келесі топқа бөлініп алайық, балалар. Кемдер орындарына отырыңдар. Жылдамырақ мына жерге. Тез-тез жаңарып алайық. Жылдамдатамыз. Көп үстілер ме? Әдемдер тез-тез құрамыз. Тез-тез. Кет. Аха. Әреге интернет желісі келіп жатыр. Балалар. Тездетеміз. Тәмки, ол ана жақтікі. Телефон. Бұл не балалар? Бұл интернет желісі. Сандық технология. Сандық технология арқылы біз яғни гаджеттер арқылы әртүрлі ақпаратты не істей аламыз. Тез отыра қойыңдар. Жақсы, мына топ. Сандық технологияны телефон арқылы әртүрлі жеңілдік нелерге қол жеткізу. Ал мынау не? Интернет желісі. Интернет желісі дегеніміз, яғни қазіргі кезеңде біз ақпараттың барлығын неден аламыз? Интернет желісінен аламыз. Балалар топқа бөлініп алып, бірінші топта бізде жаңағы не? Сандық технология телефон арқылы, екінші топта интернет желісі екен. Енді балалар, бұның бәрі сандық технология. Келесі сабағымызға көшті. Бізде балалар алдыңғы сабақта Мұхтар Шахановтың «Өркениеттің адасуы» деген тақырып концепциясы алдыңғы сабақта берілген болатын. Сендер үйде жақсылап оқып танысып келіңдер деп ойлаймын. Солай ғой, иә? Қазір тапсырма. Бірінші интернеттің желісі. Интернет желісі. Сендер ма? Интернет желісі тақырыбында оқушылар, тобындағы оқушылар рухани құндылық дегеніміз не? Қалай түсінесіңдер? Жылдан сол тақырыпта постер қорғаймыз. Ал телефон, гаджеттер арқылы топқа бөлінген оқушылар «Өркениеттің адасуы» деп аталатын шығарманың негізгі идеясын постер қорғаймыз. Берілетін уақыт балалар 2 минут. 1 минут деп айтамыз. Жылдамдатамыз. Тез. Қалғандарында сіз ойлап қарап отырмын. Тәрбие, мейірім. Тәрбиеге Söz senin okunut diyor. Senin okunut. Ötünü de kuramaz. Yazdım. Ana kadar. Bir ek oynuyoruz.
Болдық па? Жарайсыңдар. Ал енді екінші тобымыз біздің әлде дайын болмай жатыр. Жылдамдатамыз балалар, берілген уақыт 2 минут деп, мен өзім 1 минутқа шегіп тастай бердім. Жақсы, рухани құндылықтар кім қорғайды? Айда ол. Қол көтеріп қастарында толықтырып жіберсеңдер болады. Айта беріңіз, Севик. Біздің тақырыбымыз рухани құндылықтар. Рухани құндылыққа адам бойындағы адамгершілік, мейірім, үлкенге құрмет, адамдарды сыйлай білу, алдына мақсат қоя білу және өз тарихын, өз отанының тарихын білу, өз отанына патриот болу және дінін құрметтеу. Адам бойындағы табылу керек болған рухани құндылықтар. Дұрыс. Тағы қандай құндылықтарды рухани құндылыққа жатқызар едіңіз? Абрар. Театрға бару, сосын кітап оқу. Дұрыс айтасың, кітап оқу да керемет рухани құндылық бұл. Келесі, тағы қосарларың бар ма балалар? Айта аласың. Адамның рухани құндылықтарына адамгершілік жатады ең бірінші болып. Мысалы, адамгершілік болмаса, көбінесе көп жағдайлар болып жатады. Ата-анасының қариялар үйіне өткізу, немесе өз туған баласын тастап кету, ол адамгершіліктің жоғалуына алып келеді. Яғни рухани құндылық азғындаса, яғни адамның адами құндылығы да азғындай түседі екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Қойсыңдар ма? Жақсы. Тыңдар. Болды. Кім қорғайды? Бізде өркениеттің адастырмаған берілген жұмыс суретке қарап отырып, қазіргі күнде адамдардың барлығы интернет желісіне қатты берілгені соншалық адамдардың миллионның жартысы қазіргі күнде интернет желісіне толықтай кіріп кеткен деп айта аламыз. Себебі бұл сөзімізді растай кететін болсақ, қазіргі күнде біз 24 сағаттың 12 сағатын ғаламтормен өткіземіз деп айтсақ кем емес деп ойлаймын. Сол себепті де біз өзіміздің бос уақытымызды көбірек кітап оқуға, яғни рухани құндылықтарға арнауымыз керек. Сол кезде біз өзіміз тоғры жолмен жүре аламыз деп ойлаймын. Өте жақсы. Жарайды. Қосатын оқушы бар ма? Өзінің ойын. Қазіргі Сарназдың сөзіне толықтай келісемін. Қазіргі адамдар барлығы әлеуметтік желіге, виртуалды әлемге кіріп кеткен, барлығы әлеуметтік желіні көбірек қолданылады, ал барлық бірінші топ айтқандай рухани құндылықтар адамның есінен шығып кетіп жатыр. Адамгершілік, әртүрлі жақсылықтар, отанға деген махаббат, адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншіліктері жоғалып кетіп жатыр. Бұның барлығы адамдардың виртуалды әлемге, яғни әлеуметтік желіге беріліп кеткеннің себебі деп ойлаймын. Біздің қазіргі кезеңде жаңағы интернет желісі, компьютерға, немесе телефонға адамдар қатты тәуелді болып кетіп отыр, иә? Тәуелді болып қалуының себебінен осындай жаңа құндылықтарымыз біздің азайып, азғындап бара жатыр екен. Жақсы балалар, бірінші топ рухани құндылық. Рухани құндылықтың тобында бірінші тапсырма берген романда осы Шахановтың өркениеттің адасуы концепциясындағы көтерілген мәселені анықтайсыңдар. Көтерілген мәселелер мынау деп жазып көрсетесіңдер. Екінші, балалар, осы көтерілген мәселенің өзектілігін көрсетесіңдер. Несімен осы мәселе өзекті? Тапсырма түсінікті ма? Осы романдағы қандай мәселені көрсетіп тұр Шаханов? Мәселен сызып шығамыз. Ішіне өркениеттің адасуы рухани құндылықтардың жоғалуы, азайып кетуі. Әлі yazып тұрмысыңдар бұны. Сізге жаза берсін. Балалар,
сыйластықтың жоғалуы, сосын құндылықтардың ұмытылуы, отанға деген сезім қалмауы, отанға деген сүйіспеншілік жоқтығы, құрметтің Бірінші проблемаға берейік, мәселелер. Жазылмай қалған мені қосымша айтып қосуға болады ақпаратты. Ал нақты ұнайды. Бізге берген өркениеттің адасында адамның интернет жүйесінде тәуелді болуы және отанға деген құрметтің жоқтығы, виртуалдық әлем, сыйластықтың жоғалуы, үлкендерге деген құрметтің төмендеуі, салт-дәстүрдің ұмытылуы, құрметтіктің азаюы, құндылықтардың ұмытылуы кіреді барлығы. Осы романда көрсетілген. Яғни қоғамда рухани құндылықтың азғындауы көрсетіп отыр, осы арқылы. Жарайсыңдар. Келесі. Көтерілген мәселенің өзектілігі. Мәселенің өзектілігі бұл адамдардың бойындағы рухани құндылықтардың жоғалуы. Біз бағана айтып кеттік, адамдардың бойында адамгершілік, тәрбиелік, кішіге ізет, үлкенге құрмет деген рухани құндылықтардың жоғалуы. Сонымен қатар әлеуметтік желіге тәуелділік, әлеуметтік желіде әрдайым оған тәуелді болып, сонымен уақытын өткізу, батыс елдеріне еліктеу. Біз білеміз, батыс елдері бізге қарағанда сәл ерекшелеу, соларға қарап еректеп, солардың салт-дәстүрін ұстану, өз елінің патриоты бола алмау және өзінің тілін ұмыту, басқа тілдерде сөйлеу. Қазіргі таңда мемлекетіміз ұсынған болашақ бағдарламасымен жастарымыздың барлығы шығыс, яғни шет елдерде барып оқып жатыр. Оқып қайта өз елімізге келіп, елімізді дамытудың орнына сол елде қалып қойып жатыр. Солардың тілін үйреніп, өз тілін ұмыту, оның барлығы осы рухани құндылықтардың бойындағы жоқтығы немесе азайып кетуіне байланысты. Дұрыс айтасыңдар балалар. Егер адамның бойында рухани құндылық мықты болатын болса, онда рух еш уақытта өшпейді, балалар. Жақсы, бүгінгі сабақта өздерінің ойларыңды, пікірлеріңді жақсы қоса білдіңдер. Демек, балалар, біз Шахановтың өркениеттің адасуы деп аталатын концепциясын жақсы түсіндік, мәселені керемет түсіне білдіңдер, көрсете білдіңдер, сонымен қатар оның өзектілігін жақсы тауып отырсыңдар. Демек, біз өзіміздің мақсатымызға жете білдік. Жарайсыңдар, балалар.